эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, сұрақ қойын десеңіздер комментарийға жазуларыңызға болады. Ғалия Құсайынқызы, шын жанашыр деген кім? Енді жалған, жалашы адамдар кім? Жалпы тіл жанашыр дегенде біз қандай мәселелерді алға қойып айтамыз? Өзіңіз куә болған нағыз істерге тоқталып өтіңізші. Тіл жанашыры деген мысалы сол 90-шы жылдары өте бір қиын кезеңдер болды. Неше түрлі қоғамдар құрылып атты. Мына дәуірді қалай да біз өзгертуіміз керек. Кеңестер үкіметінің саясатына көңілі толмаған ұлттық азаматтар болды. Ұлтжанды, ұлтын сүйетін, тіпті ұлтшыл деп те айтуға болады. Одан біз қорықпауымыз керек. Сондай азаматтар болды. Облыста Арман Қани бастады. Ақсуда Светлана Қоңдықерова бастады. Павлодарда Жеңіс Марданов ағамыз бастады. Семей Невада қозғалысын басқарған сол кездегі Амантай Қалиев деген азаматтар болды. Мұсылман әйелдер лигасынан өзіміздің Зара Қабдешқызы Қожахметова болды. Міне сондай белді білікті азаматтар елдің жаңағы тіліміздің мәселесіне көп араласты. Олар сөзімен емес, ісімен де дәлелдеді. Қазіргі қарап отырсам, жаңағы сұрағыңа байланысты сөзбен айтады, сөз жүзінде айтады, академия қылып айтады. Керемет тыңдап отырғанда үйіп тыңдайсың ғой, ал бірақ іске келгенде онымен айналыспайды, жалтақтап кетеді. Ондай адамдар бар. Оны да өздеріңде білетін шығарсың, көзін шығып айтпай-ақ қояйық. Сондықтан да тіл мәселесіне бірінші деп ойлаймын, ата-аналардың өзі кінәлі. Сол 90-шы жылдары бірен-саран мектептер бәрі жабылып кетті ғой, жаппай жабылып кеткенде, бірақ дегенмен де бірен-саран мектептер болды. Соған балаларын, олар ата-аналарын балаларын бермеді. Алысқа беруге қиналды біріншіден. Екіншіден, бұл заман қалай болады ертең? Бұл балаларымыз нанын таба алмай қалуы мүмкін, орыс тілін білмесе деген мәселе тұрды. Бірақ біз жаңағы Мүбәрак ағаларымыздың айтқан кеңесінің арқасында мен жаяулап жалпылап отырып, 30 шақырым жердегі Ертістің ар жағындағы, мысалы Железин мен Ертіс қаласын бөліп тұр ғой, Ертіс өзені. Соған жаяулап жалпылап жүріп барып оқыдық мысалы. Солай болу керек еді. Ата-аналар керісінше мектептің жабуына қарсы болып, балаларын мектепке қазақша беру керек еді. Соның зардабын біз неше жыл көрдік? Қанша жыл? 70 жыл бойы көрдік. Одан кейін міне 30 жыл тәуелсіздігімізді алдық. Алғанымыз қайтып? Әлі күнге шейін көп ата-аналар өздері тіл білмегендіктен балаларын қазақ тіліне бере алмайды. Неге? Себебі ол қазақ тілінде өзі сөйлей алмайды, өзі ештеңе түсіндіре алмайды балаларына. Содан міне жалғасып келеді. Сондықтан не істеу керек? Бүкіл мына республикадағы бақшалардың барлығын қазақтандыру керек. Қазақ бақшасы болу керек. Қазақ бала бақшасы. Қазір енді орыс тобы, қазақ тобы деген бар ғой. Болмау керек. Орыс тобы да керек жоқ, неміс тобы да керек жоқ, қазақ тобы ғана болу керек те, барлық ұлт Қазақстанда тұрады. Ол Қазақстандық азамат қой. Барлық қазақша оқысын. Міне сонда бала жасынан бастап тілді үйренеді. Екіншіден, әлгі баламен бірге ата-анасының өзі де еріксіз үйренуі мүмкін баласы үшін деп ойлаймын. Бұл бір. Екінші, бүкіл мемлекеттік мекемелерде, барлық мекемеде, жалғыз ғана мемлекеттік мекеме емес, жеке меншік кәсіпорындарда да басшылары қазақ болу керек. Қазақша білу керек. Ұлттық, жаңағы патриоттық, өзінің жаңағы ұлтын сүйетін азаматтар болу керек, басқару керек. Үкімет басында, мемлекет басында, облыстық әкімшіліктерде барлық мамандар қазақтандыру керек деп ойлаймын. Сонда әлгі басшы қазақша сөйлеп отырса, қазақша білмейтін оның жаңағы қызметкерлерінің барлығы
қазақша үйренуге, олар себебі өзінің қызметін жақсы көреді. Ол қызметтен кеткісі келмейді. Маған қазақша үйрену керек деп ойлайды. Мен сонда ғана екінші біз қазақ тілінің мәселесін шешеміз деп ойлаймын. Содан кейін ата-аналар қайткенде де осы өздерінің туған тілі ана тіліне көңіл бөліп, балаларымен үйде қазақша сөйлесу керек. Енді дұрыс айтасыз, көп мәселе азаматтардың өзіне келіп тіреліп тұр. Өзіне таңдауына келіп тіреліп тұр. Әрине. Сіз қазақша балабақшаға балаңызды бересіз бе, қазақ мектебіне бересіз бе, сіздің өзіңіздің еркіңізде. Көптеген ата-аналар, менің құрдастарым, менен ересек ата-аналар балалармен орысша сөйлесіп жатқанын жиі көреміз. Тіпті қазақ сыныбында оқитын ата-аналардың өзі солай. Олардың талпынысына әрине қуанамыз. Бірақ жалпы мемлекет тарапынан бұл тұрғыда қолдау бар ғой. Қолдау жоқ емес. Бұл жерден ауыстырып ғой. Қолдау бар, тек сол тұрғындардың арасында үнемі өзіндік саналық патриоттық сезім керек секілді. Қалай ойлайсыз? Әркім өзінен бастау керек. Әркім өзінен бастау керек. Сосын патриот болу керек, ұлтын. Егер де бір-ақ сөзбен ғана түйіндеуге болады, егер де сен өзіңнің туған тілін, қазақ тілін, мемлекеттік тілін де сөйлей алмасаң, ертең сен өзіңнің ұлтыңның, Қазақстан мемлекетінің құрып кететінін ойлау керек. Қазақ мемлекеті деген мемлекет болмай қаласың онда. Басқаларға қосылып кетуің мүмкін. Барлық елдегі адамдардың барлығы басқа тілде сөйлеп жүрсе, не орыс, не ағылшын тілінде сөйлеп жүрсе, қазақ тілінде сөйлемесе кім боламыз біз? Мемлекетіміз құриды, ұлтымыз да құриды. Соған жетпеуіміз керек. Қазірден бастап 30 жылды жіберіп алдық қой енді. Үйренеді деді, ақша бөлді, ол ақшалар қайда кетті, не істеді? Үйренген жоқ ешкімде. Бар әрине қазір, көптеген басшыларды көріп жатырмыз қазір. Бір жақсы леп келе жатыр. Бірақ соны ары қарай енді тоқтатып алмай жалғастыра беру. Ол бектаяның қатары әлде де сирек дейсіз ғой. Ең бір масқара жағдай, мынау жоғарғы еліміздің заң шығарушы органы парламентіміздегі ант қабылдау мәселесін көрдіңіз ғой өзіңіз. Сіздің мына әлеуметтік парақшада да жазған осыған көңіліңіз толмайтындығын. Көңілім толмайды. Бірінші басшылар, жаңағы халық сайлаған, халық қалаулылары депутаттар өздерінің жаңағы мемлекеттік тілі, туған тілі, қазақ тілін білмесе, ол тілде сөйлеп жеткізе алмаса, елдің алдына қалай көрінеді? Мен соған таңғаламын. Елге не деп ақыл айтады, қандай кеңес береді, ел үшін не жұмыс жасайды? Елдің сөзін, елдің тілін білмеген, елдің сөзін қайтып ұстайды деп солай. Бұл үшін өзіңіздің алғашқы ойыңызға қайта келетін болсақ, балабақшадан тәрбиелеуіміз керек қой. Балабақшадан тәрбиелеу. Жүйелі тәрбие жүргізілу керек. Балабақшадағы тәрбиешілердің материалдық жағдайын көтеру керек, қамтамасыз ету керек. Әрине. Не істеу керек? Ол үшін жаңағы балабақша, әрине, қазір міне ұстаздарға қаражаттарын көтеріп жатыр, жаман емес, дәрігерлердің де, медбикелердің де. Ал енді балабақшалардағы қызмет жасап жатқан тәрбиешілердің айлығы өте аз. Олар ынтасы да болмайды. Тек қана мысалы балаға бір өзінің сабақ кезінде ғана қазақша сөйлейді, немесе бір тақпақтарды үйреткен кезде ғана қазақша айтады, немесе талап етеді. Қалған кездерде, бұлай ойнап жатқан кездерде орысша шүлдірлеп кетеді. Содан кейін бала ол не үйренеді? Сол үшін ынталандыру үшін, одан бір нәтиже алу үшін жаңағы тәрбиешіден еңбек айлығын өте мұғалімдермен бірдей қылып теңестіру керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда сонда тәрбиешілікке көп барады. Балабақшалардың барлығы қазақтандырса, бәріне қазақ мұғалімдері керек қой. Оларды қазір дайындауымыз керек. Оқытуымыз керек жаңағы қазақ тіліндегі тәрбиешілерді. Оған да қаражат керек. Жалпы қоғамдағы азаматтардың сауаттылығын, немесе олардың мәдени деңгейін, көзқарасын, білімін байқау үшін біз қарапайым ғана тәсіл әлеуметтік желіге жүгінсек, сол жерден айнаға түскенде бәрін көріп тұрамыз. Кім қалай сауаты қандай деңгейде екенін, ойы, мәдениеті, оқыған білімі қандай деңгейде екенін көреміз.
сіз өзіңіз еңбек жолыңызда стенографистка болып және терімші дейміз ғой, сол терімші болып бастаған екенсіз, мәтін тердіңіз, сауаттылыққа ерекше көңіл бөлесіз. Енді осы әлеуметтік желіні қарап отырсақ, біздің қазақстандық қоғамның сауаттылығы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Масқара. Мысалы, бір әлеуметтік желіде бір тақырыпты көтеріп, ата жақтар бір мәселе көтереді ғой. Енді соған ойларын айтып жатқан кездегі ананы оқысаң, кеткен қате, жазған сөйлемдердегі байланысы бір-бірімен масқара. Сөйтіп отырып біреуге ақыл айтады. Сосын мен келемін айтамын, өзіңнен бастасайшы бірінші деп жазып қоямын әлгі. Шыдай алмай кетемін. Сосын бір адам туралы жақсы бір сөз айтып атса, әлгіні көре алмаушылық деген біздің ұлтымызда көп. Көре алмайды, қызғаншақтық, біреудің өскенін, біреудің бір жақсы жетістікке жеткенін көре алмай, соны әлгіні керісінше бұрып жібереді ғой әлгі мақаланы. Және бұрып жіберіп жазып атқан кездегі кеткен қате шаш етектен. Мен соған таң қаламын. Сондықтан адам ең бірінші біреуді сынау үшін, мінеу үшін өзің сондай жақсы адам болуың керек. Халықтың алдында көрініп, бір өзің артыңда бір із қалдырған, салиқалы бір ой айта алатын адам болуың керек. Сонда ғана бар біреуге жаңағы жақсы көзқарасыңды білдіріп, ойыңды жазуға болады. Қазақ қоғамының арасында әлде де бір ауызбіршіліктің жоқтығынан да біздің тіліміз белгілі тиісті деңгейде өркендемей отыр деп шешім бағалы ой айтуға болады. Қарап отырсаңыз, Сабыр Адайдың «Әр қазақ менің жалғызым» деген бір тармақ өлеңі бар. Осыны белгілі бір деңгейде үлкен мемлекеттік идеологиялық тұрғыда көтеру керек секілді. «Әр қазақ мен жалғызым» деген жәнегі көре алмаушылық, жәнегі қызғаншақтық деген дүние болмау керек. Бір мүддеге жұмылып жұмыс жасау керек. Бір-бірімізді көтеруіміз керек. Өзбек халқы қандай? Бір-бірін қалай көтеріп жатады? Оларда ештеңе естімейсің. Ал біздің қазақтарда өзі бір білімді, білікті, оқыған, парасатты адам деп ойлайтын адамның өзі кей кезде іштарлық жасап жатады. Мен соған кезде қарным ашады. Сондықтан да тағы бір не бар. Мына кәсіпкерлер, бизнесмендер, қалталылар туралы айтқым келеді. Олар қазіргі кезде тек қана өздерінің жеке бастарын ойлап кеткен сияқты. Сол жинап атқан қаржыларын қайда апарады бұлар? Ана ертең барлық адамдар бірдей ғой. Жаңағы 4-5 метр матаға ораламыз да жердің астына түсеміз бәріміз де. Бірдей боламыз. Ол жерде мынау бай екен, мынау кедей екен деп бөлмейді. Ар жақта, жоғарыда тұрған біздің Алламыз. Сондықтан да шіріп жатқан байлар сол байлықтарын қайда апарады? Ана жетім жесірлерге, үйі жоқ, күйі жоқтарға бөліп берсе қайтеді? Ол ақшаларын көрге тығама. Мен соларға таң қалам қазіргі. Қазір ойлану керек қой, мына індет кезінде біз осындай қиындыққа неге келдік? Бізді Алла не үшін жазғырып жатыр? Міне соны ойлану керек. Біз деген мысалы бүгінгі пенсиямызды аламыз, келесі айға дейін пенсиямыз жеткенше 5-6 күнге алуға дейін пенсиямыз жетпейді. Міне солай беделді, атақты адамбыз мысалы. Бірақ титтей бір нәрсеміз артылса, біз біреуге бөліп беруге дайын тұрамыз. Неге байлар сондай емес? Неге кәсіпкерлер сондай емес? Бұлардың жүректері неге қатайып кетті? Мына заман, мына індет солардың қырсығынан болып отыр ма деп ойлаймын. Енді рас мынандай бір мақалда бар ғой, бай болмаған бай болса жайламаған сай қоймас деген бір мақал бар екен, бұрыннан келе жатқан. Сонда жәнегі бүкіл жерге малын жайып қоныстанбаған жер қалдырмайды деген мағынаны білдіреді ғой. Рас әлде де байлық сүйегіне сіңіп, өзегіне дарыған, ата бабасынан бері келе жатқан байлар бұл бір басқа да, ал қазіргі мынау 90-шы жылдары байыған адамдардың психологиясы бір басқа ғой. Бұл жерде бір психологиясына байланысты үлкен мәселе бар деп ойлаймын. Бұл жерде де бір жақсы идеологиялық жұмыс жүргізілу керек. Бірақ дегенмен де қазір Қазақстанда мына кешегі баяғыда өткен Маманбай секілді алтынтай жомарттар бар, жоқ емес. Оларды да біз ақырын
көріп жатамыз, біліп жатамыз, кім екендігі болады алдағы уақытта қазақ игілігі үшін еңбек Иә, бәрі емес, мен енді бәріне шашып отқан жоқпын енді. Бар ондайлар, бірақ аз. дұрыс айтасыз, көбейіп Содан кейін біздегі ең бір ақсап жатқан жағымыз, қанша біз совет үкіметін енді ұнатпаймыз ғой, өзіміз тәуелсіздігіміз алғаннан кейін, жеке Қазақстан болғаннан кейін, сонымыздан айырылмасақ дейміз, тәуелсіздігіміз ғасырдан ғасырға жалғаса берсін. Ал бірақ бұрынғыдай идеология жоқ. Идеология қызметі бізде жұмыс істеу керек. дұрыс айтасыз. Уақыт бөліп, алтындай уақытыңызды бөліп келіп, пікір алмасып, өз ойыңызды ашық жеткізгеніңізге сізге алғыс айтамыз. Осындай қатерлі, қиын уақытта деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын дейміз. Және сіз айтып отырғандай, көп керектер осы өмірге іске ассын, ол үшін қарекет ету керек. Кешегі Байтұрсыновтар айтып өткендей, сол ізгі жолды сіздер жалғап, сіздерден кейінгі эстафетаны жас ұрпақ ала берсін. Көп рахмет сізге. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен эфиріміз аяқталды. Келесі жұмада жүздескенше аман сау болыңыздар.